Barşаңызға қайырлы күн, сіздермен Алтынай. Бүгін біз балдардың тістеп тастаған, жемей қойған печеньеден муравейник жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен печенье керек болады. Оны қолымызбен үгітеміз, болмаса оқтаумен үгітсеңіздер болады. Мен қолыммен үгіттім. Осындай болу қажет. Бөлме температурасында сары май қажет. Одан кейін қойытылған сүт қажет, яғни сгущенка. Барлығын салып, миксермен араластырамыз. Және бізге жер жаңғақ керек болады. Жер жаңғақты целлофанға салып, оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Видеодағыдай жасай беріңіздер. Жер жаңғақты жаңағы маймен қойытылған сүтке қосып араластырамыз. Майдаланған печеньемізді үстіне салып, барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Муравейникті салу үшін ең алдымен ыдысымыздың ішін сулап аламыз. Содан кейін барып муравейниктерді орналаста берсеңіздер болады. Мен бұл жерде баламның ойыншығын пайдаландым. Сіздер басқа да стақан немесе басқа да ыдыс пайдалана берсеңіздер болады. Тарелкеге салып жасай берсеңіздер болады. Және де үстіне мен макты қостым. Сондай әдемі және дәмді болып шығады. Ешқандай пешсіз муравейнигіміз дайын. Ас дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.